Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге қазіргі күнде танымал болып жатқан нейрогимнастика әдісімен таныстыратын боламын. Сапалы білім алып, ақпаратты есте ұзақ сақтау үшін миды артық ақпараттан тазалау керек. Бала есін біле бастаған уақытта мидың екі сыңарын дамытуға жұмыс жасауымыз керек. Нейрогимнастика саусақ арқылы жасалатын ми сыңарын дамытуға арналған жаттығудың түрі. Нейрогимнастиканы жасағанда ми бұған қарсыласып, бала алғашында жаттығуларды түсінбей, жасай алмай қиналады. Күнделікті нейрогимнастикамен жұмыс істеу барысында біртіндеп баланы үйретуге дағдыландырамыз. Нейрогимнастиканың құдіреті өте күшті, өйткені біздің саусақтарымыздың мидың нейрондарын қозғайтын, оның дамуына әсер ететін мүмкіндігі бар. Әлемге танымал Мұхаммед Алидің құдіреті осы екі ми сыңарын бірдей дамыта алуында. Ол екі қолмен белсенді жұмыс жасағандықтан үлкен жеңістерге жеткен. Нейрогимнастиканы сабақ барысында қолдану арқылы біз балалардың ұсақ қол моторикасын дамытып қана қоймай, олардың есте сақтау қабілетін ең бірінші дамыту басты назарға ала отырып жұмыс жасаймыз. Жаттығулардың пайдасы қандай? Мидың оң және сол жақ жартышарлардың үйлесімді жұмыс істеуін жақсартады, ұсақ және ірі моториканы дамытады, ақпаратты тез қабылдап қорытуға көмектеседі, зейінді шоғырландырады, есте сақтау қабілетін арттырады, оқу және жазу процестерін жеңілдетеді, мидың жұмыс істеу өнімділігін арттырады. Әр сабақтарыңызда нейрогимнастикалық жаттығуларды жүйелі түрде орындап, есте сақтау қабілетін жақсартуға өз үлестеріңізді қосыңыз.